Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті қыздар. Бүгін сіздермен ерекше әрі оңай дайындалатын сметаниктің құрамымен бөлісемін. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бөлме температурасындағы жылып тұрған сары майымызды және жұмыртқа қантымызды қосып, осылай миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қанты толық ерігеннен соң үстінен какао және қамыр қосқышымызды салып, миксердің көмегімен араластырып, ұнымызды қосып жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды міндетті түрде електен өткізгеніміз дұрыс. Қамыры жұмсақ болып шығады. Одан соң қамырын қойып, салмасын дайындайтын боламыз. Мен 20% қаймақты қолдандым. Үстінен 3 жұмыртқа, қант, ванилин қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ванилин ерекше дәм беретін болады. Венчиктің көмегімен салмамыздың іртігі кеткенше жақсылап араластырып аламыз. Одан соң қамырымызды табамызға жайып шығамыз. Мен табаны алдын ала сары маймен майлап шықтым. Майламай қойсаңыздар да болады, себебі біздің қамырымыздың ішінде өзінің майы болғандықтан табаға жабыспайтын болады. Осындай үлкен формаға жайып ала бергендеріңіз дұрыс. Үстінен салмасын салып, пешімізді алдын ала қыздырып қойып, 180 градуста пісіріп аламыз 40-50 минуттай. Дайын болған сметаниктің үстінен осылай шоколад құйып сәндеп шықтым. Әркім өз қалауы бойынша істесе болады. Біздің сметанигіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.